Баршаңызға сәлем. Біз бүгін банафи пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурада жылған сармайымыздың үстіне сахарный пудрамызды салып, лопатканың көмегімен барлығын толыққанды араластырамыз. Және осының үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаның сарыуызын, яғни ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Және барлығын ерігенше араластырамыз. Келесі этапта ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлитель салып, массамыздың үстіне саламыз. Қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып тұруы мүмкін. Себебі пісіру уақытында сіздердің пирогтарыңыз қатты болып қалады. Сондықтан сәл қолға жабысқақ болса, ештеңе етпейді. Содан соң қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырларыңыз үгілмелі жұмсақ болады және қолмен жұмыс жасаған кезде ыңғайлы болады. Жарты сағаттан кейін табамызды майлаймыз. Менде 26 сантиметрлік форма бар. Қамырымызды формаға салып, артық жерлерін алып тастаймыз. Енді формаға салғаннан кейін шанышқының көмегімен барлық жағын көтеріп кетпеу үшін тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Пісіргеннен кейін міндетті түрде суытып аламыз. Келесі бізге крем жасау үшін бізге творожный сыр, сливки және сахарная пудра үшеуін миксерлейміз. Кремімізді дайындап аламыз. Творожный сыр мен сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Сол кезде сіздің креміңіз жақсы толыққанды қою крем шығатын болады. Енді бізге варенка керек болады. Варенканың жақсысын, сапалысын пайдаланыңыздар. Менде осындай 3 желаниянікі, дэптікі де болады. Енді дайын суыған пирогымыздың үстіне шамамен 4 қасықтай варенканы жағып шығамыз. Жаққан кезде байқаңыздар, тесталарыңыз сынып кетуі мүмкін. Қатты күшпен салып жақпаймыз. Енді банандарды ретромен орналастырып шығамыз. Кремімізді барлығын бетіне жағып шығамыз. Және тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Назарларыңызға рахмет.